Келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласың. Анаң ғана мәңгі өмір сүрердей, жаулайды екен перзентінің санасын. Мейлі, анаң жүзден асып кетсе де, кәрілігі қуып жүріп жетсе де, перзент үшін қартаймайды анасы. Қиындықпен, сынақтардан өтсе де. Асыл ана, жүзің нұрлы күн едің, шаңырақтың мерекесі гүлі едің, сабырлы едің, қадамы бар салмақты, мейірімге бөлеуші едің жан жақты. Ия, күні кеше ғана айналамызға шуақ шашып, жан жағын нұрға бөлеп отырған асыл анамыз, қазыналы қариямыз Хадиша Ерғали қызы бұл күнде арамызда жоқ. Бар саналы ғұмырын құрсағын жарып шыққан 7 перзентінің тәрбиесі мен біліміне арнап, солардың бақыты жолында аянбай еңбек еткен ең жанашыр жан еді. Мына өмірдің қиындығына мойымай, басына түскен ауыртпалықты мойнымен көтере білген, бойымызға бар жақсыны сіңірген асыл анамызды әлі де өлді деуге қимаймыз. 90 жасқа таяған шағында өмірден өтсе де, қасымызда мәңгі болуын, аналық мейірім төгуін бала жүрек аңсайды да тұрады екен. Алайда жазмыштан озмыш жоқ. Ендігі қолымыздан бар келері аяулы анамыздың рухына арнап, жиі Құран бағыштап, жарқын бейнесін, өнегелі ғұмырын еске алу ғана. Анамыз Хадиша Ерғали қызы 1936 жылы 16 маусымда Ресей жерінде дүниеге келді. Балалық шағы сұрапыл соғыс жылдарымен тұспа-тұс келіп, балдәурен шақтың тәтті дәмінде таталмады. Әкесі Ерғали көппен бірге қанды майданға аттанғанда анасы көпейдің бауырында жалғыз сіңлісімен қалды. Алайда қамажай сіңлісі өмірден ертелеу озып кетті. 17 жасында анамыз Есмақовтар әулетіне келін боп түсті. Ендігі бар ғұмырын осы шаңырақтың түтінін түзу шығаруға, ерінің бар жағдайын жасауға, бала тәрбиесіне арнады. 7 баланы өмірге келіп, барлығында қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, аял алақанына салып мәпелеп өсірді. Адал жар, ардақты ана, асыл әже атанды. Ақжаулығын басынан тастамай, әдеппен ардан аттамай, ұрпағына қазақы тәлім тәрбие беріп жетілдірді. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, үбірлі шүбірлі немере шөбере сүйді. Осының барлығына анамыз барға тасымай, қиындыққа жасымай, көркем мінезімен, қайтпас қайсарлығымен жетті. Имандылыққа бет бұрып, ұрпағын да адамдыққа, тазалыққа, жақсы қасиеттерге баулады. Анамыз тірі болғанда, әлі де бәрімізді жан жылуына, мейір шапағатына бөлеп, біздер үшін тіректес, ниеттес болып отырушы еді. Оның бұл қазасы қыстың қаһарындай жанымызды қарып, көңіл күйімізді мұздатса да, енді анамыздың қайтып келмейтініне амалсыз көндігеміз. Жаратқаннан жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны пейіштен болуын тілеп, дұғарынаймыз. Асыл бейнесін жүректерде мәңгіге сақтаймыз.